Үшінші сыныпқа арналған қазақ тілі. Тақырып түбір мен қосымшаның жазылуы. Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз. Дүниені аралап, оқып білім аламыз. Жарайсыңдар, осындай керемет белсенділікпен сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта біз қандай тақырыппен таныстық? Түбірлес сөздер тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына түбірлес сөздер жазып, сөз құрамына талдау берілген еді. Үй тапсырмасына барлығымыз жақсы дайындалып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін ақсүйек әдісін қолданамыз. Ол үшін сендер қазір өздеріңнің маңайларынан сүйектің суретін іздеп табу керексіңдер. Сүйектің суретін кім тапты? Жарайсыңдар, демек суретті тапқан оқушылар үй жұмысын айтады. Оқушылар, енді мені барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Мен сендерге бірнеше сұрақ қоямын. Сендер ойланып жауап беріңдер. Бірінші, сөздің бөлінбейтін бөлігі не деп аталады? Жарайсыңдар балалар, ендеше жауабын тексеріп көрейік. Сөздің бөлінбейтін бөлігі түбір деп аталады. Келесі сұрақ, қосымша дегеніміз не? Жарайсыңдар, енді жауабын тексеріп көрейік. Қосымша дегеніміз түбірге жалғанатын сөз бөлігі. Үшінші сұрақ, түбірлес сөздер дегеніміз не? Барлығымыз мұқият ойланып жауап береміз. Енді жауабын тексереміз. Бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атаймыз. Өте керемет балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың жаңа тақырыбы түбір мен қосымшаның жазылуы. Бүгінгі сабақта біз түбір мен қосымшаның жазылуын, түбірге қосымшаның жалғану ерекшеліктерімен танысатын боламыз. Барлығымыз оқулықтың 86-шы бетіндегі 30-шы жаттығуға назар аударамыз. Бұл жерде мәтін берілген. Мәтінді оқыңдар. Мәтінді оқып болсақ, әрі қарай мәтіннің мазмұнына байланысты сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтін неліктен жоғалтып алған күн деп аталған? Өз ойыңмен бөліс. Өте тамаша балалар. Мәтін жоғалтып алған күн деп аталған. Себебі мәтінде жоғалтып алған күн жайлы айтылған. Егер бір күннің ішінде пайдалы жұмыс бітірмесен, онда бұл күніңді босқа өткіздім деп есептей бер. Нақыл сөзін талқыла. Жарайсыңдар балалар. Егер адам баласының пайдалы іс жасамаған, немесе көп білуге қажетті ешқандай әрекеттенбеген күні болса, онда ол күн бос өткен, жоғалып, жоқ санатында есептелетін күн деп аталады. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Түбір сөздерге қосымшалардың жуан, жіңішке болып жалғану себебі неде деп ойлайсың? Қарамен жазылған сөздер досы, ағасынан, баласының, күндердің, әңгіменің. Бұл жерде досы, ағасынан, баласының сөздерінің қосымшасы жуан. Себебі түбір сөздің соңғы буыны жуан болып келеді. Ал күндердің, әңгіменің сөздерінің қосымшасы жіңішке. Себебі түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болып келеді. Өте жақсы балалар. Ендеше түбір сөздерге қосымшалардың жуан, жіңішке болып жалғану себебін білу үшін мені мұқият тыңдаймыз. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Мысалы, суретшілер. Бұл сөздің түбір сөзі сурет. Сурет сөзінің соңғы буыны сурет, соңғы буыны рет. Бұл буын жіңішке болып келеді, сондықтан оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Дәл солай әңгіменің. Бұл жерде соңғы буыны ме,
Сондықтан оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Әңгіменің. Егер түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Мысалы, адамдардың. Бұл жерде түбір сөз адам. Оның соңғы буыны дам. Бұл соңғы буыны жуан болып келеді. Сондықтан оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Адамдардың. Бұл қосымшалар жуан болып келеді. Дәл солай ағасының. Ағасының. Бұл жерде түбір сөз аға. Оның соңғы буыны ға. Ол жуан болып келеді. Сондықтан оған жалғанатын қосымшалар да жуан болып келеді. Ереже барлығымызға түсінікті деп ойлаймын. Ендеше осыған байланысты жеке жұмыс орындап көрейік. Сызбада көрсетілген сөздердің қосымшаларын дұрыс жалға. Неліктен ол сөзге жалғағаныңды түсіндір. Бұл жерде берілген сөз ай, күн. Қосымшалар қын, діс, лар, шіл, на, дей, ла, дер. Өте жақсы балалар, ендеше тексеріп көрейік. Ай түбір сөзіне қандай қосымшалар жалғауға болады екен? Ай, қын, ай, на, ай, да, айлар. Бұл сөзге тек қана жуан қосымшалар жалғанады. Себебі ай буыны жуан болып келеді. Келесі күн. Күндіз, күндей, күндер, күншіл. Бұл сөзге тек жіңішке қосымшалар жалғанады. Себебі күн буыны жіңішке болып келеді. Балалар, барлығымыз орнымыздан тұрып, сәл сергіп алайық. Сағаттың тіліндей иіліп оңға бір. Сағаттың тіліндей иіліп солға бір. Оң аяқ, сол аяқ, жаттығу оң аяқ. Жарайсыңдар, балалар. Оқулықтағы 31-ші жаттығуға назар аударамыз. Берілген тапсырманы мұқият оқимыз. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлем құрап жаз. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлем құрап жаздыңдар. Ендеше тексеріп көрейік. Уақыт жылжиды. Сағат жүреді. Уақыт тез өтеді. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, барлығымыз мына суретке назар аударамыз. Бұл жерде не берілген? Мұражай. Мұражай тарихи ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды сақтап жинақтайтын мекеме. Ол жерде ежелгі кезде болған туындыларды, ескерткіштерді сақтайды. Қазіргі уақытта ол дүниелер жоқ. Оларды тек мұражайларда көруге болады. Ендеше балалар, осы сурет бойынша әңгіме құрастырыңдар. Ол әңгімені жұбыңа баянда, оның құраған мәтініне өз пікіріңді білдіріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше сабағымызды қорытындылау үшін менің мына сұрақтарыма жауап беріңдерші. Түбір сөз дегеніміз не? Түбір сөздің қосымшалары қандай болады? Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар қандай болады? Мысал келтір. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар қандай болады? Мысал келтір. Балалар, бүгінгі сабақта кім не түсінді? Кім өз ойымен бөліскісі келеді? Барлығымыз үй тапсырмасын жазып аламыз. Сендерге үй тапсырма. Өзінің күн тәртібін құрастырып жазып келу. Өз күніңді пайдалы немесе босқа өткіздің бе? Сабағымызды аяқтау үшін жасыл және сары жапырақты қолданамыз. Егер сабақты түсінбесеңдер, сары жапырақты, ал егер де сабақты жақсы түсініп алсаңдар, жасыл жапырақты аламыз. Жапырақтың артына есімдерімізді жазып, тақтаға ағаштың суретіне жабыстырып қоямыз. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақ мен үшін өте қызықты болды. Сендер де белсене қатыстыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.